Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Бахар телесериалының 61-62 бөліміне келдік. Бұл бөлімде Сирен мен Сиренің анасы мен Бахар екеуі сөйлеседі. Бахардың үйіне келеді Сиренің анасы. Одан кейін Сиренің анасы оны менсінбей әрі-бері сөйлеп тиісе бастайды, бірақ Бахар оны жынданып, ұрысып, екеуі ұрысып қалады. Одан кейін Сиренің анасы аяғасына кетіп қалады. Сол кезде Бахар енді менен қорықсын, мен енді баяғы Бахар емеспін дейді. Одан кейін Тимур мен Сиреннің әкелері де кездеседі. Сиреннің әкесі әдейі айтады, типа енді Сиреннен бас тартсын деген сияқты қылып әкесі Тимурға айтады, осы Эфсуннан қорқыңдар, мен онымен бірге тұрдым, кейін ажырасып кеттім, типа енді неғылмай қойыңдар, балаларыңды ажыратыңдар деген сияқты, Эфсуннан қорқыңдар деген сияқты анау мынау деп айтады. Бірақ Тимурдың өзі айтады, иә, бірақ Бахардан да қорқыңыздар, ол бір нәрсе қаласа соны істемей қоймайды дейді. Одан кейін ассистенттердің барлығы жиналып, Эврен мен оның алдындағы бағанағы бала үшін өз өмірін неге оққа ұшты ғой, операция жасады. Соны ассистенттердің барлығы да не үшін екенін білгісі келіп, қызық болып жатыр. Жаңағы бала ол өзінің туған баласы ма, әлде бауыры ма, әлде тағы бір дәмкесі ма, соны қатты білгісі келіп, барлығы сұрастырып жатыр. Сол жерде біреу айтады, ол Эвреннің ұлы дейді. Содан кейін Сүрия оның сүйіктісі деп, сол жерде біраз әңгіме болады. Сол жерде бәрі таң қалады. Одан кейін Азиз бен Сирен екеуін обедке шақырады. Азиз ол кезде қобалжиды. Сиреннің анасы шақырады, неге обедке екеуің бірге келіңдер, тамақ ішіп кетіңдер дейді. Сосын екеуі бірге барады тамақ ішуге. Одан кейін Эврен оянады, Тимур оған қасында тұрады, көріп қарап тұрады. Сол кезде Эврен айтады, менің бұл түсім ба дейді. Жоқ, түсіңіз емес, өңіңіз, сіз оққа ұштыңыз, және мен сізге операция жасадым. Енді мен сіздің ішіңізді де сыртыңызды да білеміз, бір-біріміздің, енді ештеңе жасыра алмаймыз. Сізден бұндай нәрсе күтпедім. Сүрия екеуіңіздің арақатынасыңыздың арасында екеуіңіздің араңларыңызда не бар екен енді бүкіл аурухана біледі дейді. Сол кезде Эврен шошып кетеді, не болды, не айтып жатсың дейді. Сол кезде жаңағы Тимур айтады, мен Сүрия барлығын Бахарға айтты, Бахар енді сенен бас тартты дегендей қылады. Одан кейін ана бала Эвреннің ұлы деп шулап жүр дейді. Бахар Эвренге ренжулі, ауруханаға қайта келді Сүрияға қарсы шығу үшін. Одан кейін Бахар Сүриямен сөйлеседі. Бахар барлығын сұрап алғысы келеді, өзінің бөлмесіне, Сүрияның бөлмесіне барып. Одан кейін жұмыстан шығу жөнінде қағазға қол қоймақшымын дейді. Бірақ мен сізге сұрағым бар деп Бахар оған айтады. Сол кезде айта бер дейді, сіз мені Эвреннен қызғанып жұмыстан шығарып жібергіңіз келді ғой дейді. Сол кезде Сүрия айтады, иә, дәл таптыңыз, сондай шанс болды, шансты кім болса да оны қолданып қалар еді дейді. Мен соны қолданып қалдым дейді. Сол кезде Бахар диктофонға барлығын жазып алады. Бахардың келгенін Эврен білет. Сол кезде Эврен өзі ояна салып Бахарға жүгіріп барады, барлығын түсіндіргісі келді, бірақ Бахар тыңдағысы келмей кетіп қалады. Одан кейін Тимур байқамай Азиз Оразға айтып қояды, анаң Сақинаны кредитке алды, типа енді Сиреннің анасына ұнау үшін деген сияқты қылады. Сол кезде Азиз Ораз біртүрлі болып анасына жүгіріп барады. Анашым, не үшін олай жасадыңыз, мен өзім төлеймін дейді. Сол кезде анасы айтады, Тимур, аузың ақыры сенің жабылмады, айтып қойдың-ау деп біртүрлі болып қалады. Сол кезде Азиз Оразға айтады, ештеңе етпейді, мен барлығын өз қалауыммен жасадым, мен сені жақсы көргендіктен жасадым дейді. Сол кезде екеуі бір-бірін құшақтай жөнеледі. Одан кейін Сүрия Эвренге келеді. Эврен оған айтып тастайды, сен екеуміздің ара қатынасымыз ондай бір дәрежеде болған жоқ, сен неге бір үлкен қылып жібердің, және мен саған айттым ғой, басында айтайық барлығын деп. Сол кезде сен айттың, жоқ, айтпаймыз, мен бастық пен көмекшінің арасында ондай болғы болмайды, арамызда бір нәрсе тұрғандай болып қалады, бұндай нәрсені жасыру керек деп өзің айтқан емессің ба дейді. Сол кезде Сүрия айтады, мен оны айтамын деп айтқан жоқпын, Бахар өзі типа тиісті, қайта сұрақ қойды, сол кезде мен оған байқамай айтып қалдым дейді. Сосын Эврен айтады, бөлмеден шық, болды, енді маған енді жолама деп бірден айтады. Сол кезде Сүрия таң қалады, маған бір ашық ойыңды айтқаның болды деп. Сүрия кетіп қалады. Одан кейін Рингей мен Парла екеуі үйдегі бүкіл заттардың бәрін шығарып жатады. Сол кезде Невра ханым келеді. Невра айтады, Рингей, мен сені қайта шақырдым ғой, сен не үшін
келмей жатырсың дейді. Сол кезде рентген айтады, менің қолым вообще тиіп жатқан жоқ, осы үйдің тірліктерімен жүрмін ғой дейді. Сол кезде жаңағы кім айтады, невра ханым айтады, менің бөлмеме кіргізбей жатыр, не үшін мен бөлмеме кіріп демалғым келеді дейді. Сол кезде рентген айтады, сіздің бөлмеңізді ремонттап жатыр, сіздің бөлмеңізге жақсы күн түседі, сондықтан оны парлаға беріп жатырмын, сурет бөлмесі, яғни сурет салатын бөлме болады дейді. Сөйтіп айтады, сол кезде невра ханым біртүрлі болып қалады. Одан кейін мен қайда жатамын дейді. Сол кезде рентген парла айтады, сіз енді әзірше қонақ бөлмеге жатыңыз дейді. Сол кезде жынданады, сосын ол ішінен мен сендерден кегімді алам дейді. Одан кейін бахар басшылыққа келіп сүрия туралы, диктофон туралы барлығын айтып береді, олар да таң қалады. Бұл жағдайлардың барлығын өзіміз қолға аламыз дейді. Одан кейін невра мен омай екеуі кездеседі. Невра ханым айтады, парла мен рентген туралы екеуінен кек алайық, тіпті мені өз бөлмемнен де қуып жіберді, маған тіпті бөлме де берген жоқ дейді. Сол кезде парла екеуі сөйлеседі. Сол кезде невра ханым айтады, омай сен біздің үйге келші, мен енді әкеммен бірге тұрамын, және парладан бөлмені тартып алайық, екеуміз кек алайық дейді. Сол кезде омай да сөйлеседі, омай да онымен келіседі, екеуі қуанады. Және Азиз Ораз бен Серенді түскі асқа шақырды, яғни Эпсун ханым, Сереннің анасы, екеуіңе мен махаббаттарыңа сендім, типа бақытты болыңдар, анау деп айтады, бірақ ең соңында былай деп айтады, Азиз Оразға қарап, сенің әкең онсыз да басқа әйелге кеткен, одан бәрібір көмек жоқ саған, ал анаң болса жұмыстан шығып кеткен, жұмыстан шығарып жіберді. Ал Сереннің ішінде бір емес екі бала бар, егіз бала бар. Ертең ол екеуді дүниеге келеді, сендер қайда тұрасыңдар? Мақұл, мен сендерге көмектесе аламын, бірақ әйтеуір бір күні сендер оған ұяласыңдар дейді. Мен сендерге көмектесіп, тіпті балаларға да қарап көмектесемін, тамақ та мен сендерге әкеп берейін, және де осы квартираның да ақшасын төлеп берейін, бірақ сендер әйтеуір бір күні ұялып менен қысыласыңдар, кейін бас тартасыңдар, одан кейін қалай күн көресіңдер сендер. Серен одан декреттік демалысқа шығады, ол кезде бүкіл ақшасы қиылып қалады, ал сенің кішкене ақшаң ешқайсысына жетпейді ғой дейді. Сол кезде біраз нәрсе айтады, екеуі біртүрлі болып қалады, барлығын шешеміз дейді, бірақ оны Эпсун ханым, Сереннің анасы әдейі айтып отыр, яғни баланы алдыртыңдар, сендер әлі жассыңдар, кейін де бала бола береді деген сияқты қылып әдейі екеуін ажырастырғысы келіп тұр. Одан кейін түскі ас ішіп болғаннан кейін барып екеуі кетіп қалады да бағанағы Эвренге келген бала, яғни Эврен ол үшін оққа түскен, сол бала оянады, ол балаға бүкіл аурухана сол баланың бөлмесіне келеді, барлығы осы Эвренге кім екенін білгісі келеді, соның барлығы сол бөлмеде тұрады. Ана бала өзі көзін ашқан кезде шошып кетеді, мына жағында 5 дәрігер, мына жағында 5 дәрігер, сіздер не істеп тұрсыздар дейді. Сол кезде айтады, біз сені тексеруге келдік дейді. Сол бала, Эврен дәрігер қайда дейді, ол сен не үшін Эвренді сұрап тұрсың деп барлығы оған бас сала бастайды. Сол кезде бөлмеге Эврен келіп қалады да жаңағы баламен Эврен екеуі сөйлеседі, ал бүкіл дәрігерлер бөлменің сыртынан есіктің қасында тыңдап тұрады, бірақ енді естілмейді. Ана екеуі бауыр болып, Эврен мен жаңағы бала екеуі бауыр болып шығады. Неге десеңіздер, ол Эвреннің әкесі, яғни тастап кеткен әкесінің екінші әйелінің баласы болып шығады. Сол баланың анасы да өліп қалады, сондықтан оны жетімдер үйіне алып кетіп, 18-ге толмағасын жетімдер үйіне алып кетейін деп жатады. Бірақ ол Эвренге айтады, мені асырау құқығын алшы, өтінемін, сенімен бірге тұрайын дейді, бірақ жаңағы Эврен одан бас тартады. Яғни мен оған әлі дайын емеспін дейді. Сол кезде жаңағы кім, бала, сен құтты біздің әкеміз сияқтысың, әкемізге айнымай қалғансың, сен жауызсың, мен сонда жетімдер үйіне барып өсем ба деп оған біртүрлі сөздер, қатты сөздер айтады. Одан кейін омай әкесіне келіп, сенімен бірге тұрғым келеді деп айтады, ал әкесі болса таң қалады. Одан кейін Серен мен Азиз екеуі сөйлеседі, екеуі бір-бірімен жылап, әңгімелерін айтады. Азиз Ораз біраз әңгіме айтады. Сол кезде Серен айтады, сен менің анам сияқты әңгіме айтып жатырсың, мен содан қорқамын, мен мықты болуға тырысып жүрмін, барлығын жасыруға тырысып жүрмін, сонда да ішімде алай-дүлей, енді мен не істеймін, қалай жұмыс жасаймын, қалай ішімде сонда да үлкен қорқыныш бар дейді. Сол кезде Азиз Ораз айтады, мен сенің үнемі қасыңда боламын, мен сені ешқашан тастап кетпеймін дейді. Бір-бірін құшақтап жылай бастайды, тіпті Азиз Ораз да жылап тұрып барлығын айтады. Одан кейін Бахардың үйіне Эврен келеді, Эврен екеуі сөйлеседі. Эврен Бахарға барлығын түсіндіргісі келді. Осындай алдында болған жағдайдан 2 апта ішінде мен кетіп қалдым. Сол кезде осы Серен Сүрияны кездестірдім. Екеуміз бір 2 апта бірге уақыт өткіздік, бірақ екеуміздің ортамызда ешқандай да махаббат, ешнәрсе болған жоқ. Мен оған жүрегімде бір әйел бар екенін айттым, және сен екеніңді де ол біледі деді. Одан кейін бірақ Бахар айтады, мен үнемі бір адамға сенген кезде үнемі бір нәрсе болады, Құдай мені осы сену арқылы сынай береді қайта-қайта, екеуміз шамалы қоя тұрайық дейді. Одан кейін Эвреннің інісін больницаға шығарады, Эвреннің інісін неге алып кетеді, жетімдер үйіне. Одан кейін Сүрияға да полиция келеді. Сіз өз құқығыңызды жоғарғы дәрежеде пайдаланғаныңыз үшін деп оны да жұмыстан шығарып жібереді. Сөйтіп барлығы Бахарды айналып, барлығы қуана кетеді. Сол жерде Тимурды көріп қалады. Тимур айтады, маған кім не істейді, оны алдынан шығарамын. Және осы үйді де рентген ол үйде үлкен қонағасы, яғни қонақ шақырайын деп жатыр екен ғой, соған дайындалып жатыр екен. Сол үйге қатысты да мен шағым түсіремін, мен еш нәрсені бостан бос қалдыра алмаймын дейді. Сөйтіп кетіп қалады. Бүгінгі серия осымен аяқталды.